Табиғат адамзатқа берілген ең үлкен сый. Ал сол табиғаттың жүрегі құнарлы топырақ. Топырақ бізге нан береді, өсімдіктерді өсіреді, жануарлар мен адамдарға өмір сыйлайды. Бірақ соңғы жылдары бұл байлыққа қауіп төніп тұр. Адамдар ормандарды кесіп, жерді шамадан тыс пайдаланып, қоқыс пен химиялық заттарды бейберекет тастауда. Соның салдарынан топырақ ластанып, құнарын жоғалтып, тіршіліктің тамыры әлсіреп барады. Жер тозады, өсімдік өспейді, жануарлар азаяды, ауа мен суда ластанады. Бұл тек табиғаттың ғана емес, біздің болашағымыздың да мәселесі. Алайда бәрін өзгерту өз қолымызда. Егер біз қоқысты сұрыптасақ, ағаш отырғызсақ, жерді дұрыс пайдалануды үйренсек, табиғат қайта жанданады. Әр отырғызылған ағаш үміт, әр тазаланған жер болашақ, әр жасалған жақсы іс өмір. Таза топырақ, таза ауа, таза су, денсаулық, бақыт. Табиғатты қорғау, өзімізді қорғау. Бүгін басталған жақсы іс ертеңгі жарқын өмірге айналады. Жерді сақтайық, болашақты сақтайық. Табиғат біздің ортақ үйіміз.